Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы кафедрасының аға оқытушысы Танабаева Гүлмира Төлебаевна. Сіздерге қазіргі мектепке дейінгі балалардың ойын және ойын әрекеттері пәнінен дәріс оқимын. Бүгінгі бірінші лекциямыздың тақырыбы мектепке дейінгі педагогикадағы ойынның орны мен маңызы. Осы тақырып аясында келесі мәселелерді қарастырамыз. Бірінші мәселе, қазіргі мектепке дейінгі балалардың ойындары және ойын әрекеттері туралы жалпы түсінік. Екінші мәселе, адамзат тарихында ойынның пайда болуы. Үшінші мәселе, мектепке дейінгі жастағы баланың жетекші әрекеті ойын екендігін қарастырамыз. Жалпы мектепке дейінгі кезең баланың тұлғалық, коммуникативтік, когнитивтік, әлеуметтік және эмоционалдық дамуының негізгі уақыты. Осы кезеңдегі ойындар баланың негізгі әрекеті. Ол арқылы бала қоршаған ортаны зерттейді, қиялын дамытады, өз эмоциясын білдіреді және әлеуметтік дағдыларды қалыптастырады. 20 ғасырдың басында зерттеушілерде адамзат тарихында алғашқы пайда болатын еңбек пе немесе ойын ба деген сауал туындады. Ойын еңбектен бұрын пайда болған деген болжамдар айтылды. Ең алғашқы бұған қарама-қарсы пікірмен, яғни ойын бұл бала еңбегі деген пікірді неміс психологы және философы Вундт айтса, ал кейіннен бұл көзқарасты орыс философы Плеханов мекен-жайсыз хат деген жұмысында ары қарай дамытты. Ол балалардың ойынның өнердің пайда болуын қарастыра отырып зерттеді. Әр халықтың ойындарының мазмұнын талдау, оған ойын адамзат тарихында өнер сияқты еңбектен кейін және соның негізінде пайда болғандығы туралы тоқтамға келуіне мүмкіндік берді. Жалпы Элконин рөлдік ойындардың тарихи пайда болуы мен оның дамуы туралы болжам жасады. Ол адамзат өмірінде бастағанда балалар ойыны болған жоқ. Еңбектің және оған қажетті құралдардың қарапайымдылығынан балалар үлкендердің жұмысына өте ерте араласа бастады дейді. Яғни ересектер балаларды еңбек арқылы, ойын арқылы еңбекке баулып отырды. Еңбек құралдарының күрделенуі, аң аулауға, малшылыққа, жер өңдеуге, көшу, баланың қоғамдағы жағдайының өзгеруіне алып келді. Ол енді ересектердің жұмысына тікелей араласа алмады, өйткені оған білім, білік, тағы сол сияқтылар қажет болды. Ересектер балаларды еңбек әрекетінде жаттықтыру үшін ойыншықтарды дайындай отырып, ойын жаттығулары пайда болды. Олармен ойнау барысында бала қажетті құралдарын пайдалануға дағдыланды. Өйткені ойыншық солардың моделі болды. Элконин әртүрлі кәсіпорындардың болуымен, техника мен күрделі еңбек құралдарының дамуына байланысты, ойыншықтар балалардың моделі болудан қала бастады деп айтқан болатын тұғын. Яғни ойын бұл еңбектің балалар үшін бір көрінісі десек болады. Авторлардың пікірінше, балалар ойынның мазмұны оны қоршаған шынайы ортаның бейнесі, үлкендердің кәсіби іс-әрекеті. Олардың өзара қарым-қатынасы балаларға көзқарасы болып табылады. Элконин ойында тікелей утилитарлық іс-әрекет жағдайынан тыс адамдар арасындағы әлеуметтік қатынастар жасалады деп жазды. Ойын зерттеушілер атап көрсеткендей, шынайы өмірді бейнелеу жағынан да және оны жүзеге асыру тәсілдері жағынан да әлеуметті. Ойын әрекетін Давыдов, Запорожец, Краткова, Михайленко тұжырымдарына сәйкес бала жасамайды. Үлкендердің көрсетуімен болады. Олар баланы ойнауға үйретеді. Ойын амалдарының қоғамда қалыптасқан тәсілдермен таныстырады. Үлкендермен қарым-қатынаста әртүрлі ойындардың техникасын меңгеру арқылы бала ойын тәсілдерін түсініп, басқа жағдаяттарда қолданады. Ойын қозғалыс әрекеті, ол баланың өзіндік шығармашылық түріне айналады.
ал бұл оның дамуы үшін тиімді себеп болып табылады. Балалар ойыны саласындағы көрнекті психологтар Выготский, Леонтьев, Рубинштейн, Элконин болатын. Педагогикада ойын теориясын белсенді түрде қарастырған бұл біздегі ғалымдар Ушинский, Жуковский, Михайленко, Краткова, Шмакова болса, ал түрлі ойындардың маңызы мен оларды дамыту жолдарын қарастырған Аванесова, Артемова, Богусловская, Михайленко, Радина, Сорокина болатын тұғын. Көркем өнерге тәрбиелеу бойынша ойынның маңыздылығы туралы Ветлучина, Сакулина қарастырған, ал шетелдік психология мен педагогикада ойынның ерекшеліктерін Берн, Дю, Пиаже, Фрейд, Фром, Хейнзорге өз еңбектерінде жан-жақты саралаған болатын тұғын. Олардың еңбектерінде әрекет ететін ойынның мәнін, тұлға этногенезіндегі оның рөлін, әлеуметтендіру процесіндегі адамның қоғамдық тәжірибені меңгеру және пайдалану орнын түсінудің түрлі тұжырымдамалары баяндалған болатын тұғын. Жалпы ойын мектепке дейінгі жастағы баланың жетекші іс әрекеті. Мектепке дейінгі педагогикада ойын баланың өміріндегі ең табиғи, ең маңызды әрі жетекші іс-әрекет. Ойынсыз мектепке дейінгі жастағы баланың толыққанды дамуын елестету мүмкін емес. Өйткені бала қоршаған ортаны, адамдар арасындағы қарым-қатынасты, заттар мен құбылыстардың мәнін ең алдымен ойын арқылы таниды. Ойын барысында бала тек көңіл көтеріп қана қоймайды, ол ойлайды, салыстырады, қиялдайды, сезінеді, өз ойын білдіреді, өзгелермен қарым-қатынас жасайды. Сондықтан да мектепке дейінгі педагогикада ойын тәрбиенің де, оқытудың да, дамытудың да негізгі құралы ретінде қарастырылады. Халық тәжірибесінде ойын тек көңіл көтеру емес, бос уақытты өткізу құралы ғана емес, бала тәрбиесінің маңызды құралы ретінде қарастырылады. Көптеген өзіміздің ұлттық дәстүрлік ойындарда балаларға әлеуметтік дағдылар мен өмірлік тәжірибе берілетіні белгілі. Оған өзіміздің көшпелі халықтарда кездесетін ұлттық асық, қазақша күрес, арқан тарту ойындарын айтсақ болады. Балалар бір-бірімен өзара әрекет жасауды, жеңіс пен жеңілісті қабылдауды және кезек күтуді, әділ ойнауды, жауапкершілікті үйренеді. Мұндай ойындар арқылы бала өз мінез құлқын бақылауды, өзара ынтымақтасуды, көшбасшылық қасиеттерін дамытады. Халық тәжірибесінде ойын көбінесе қоғамның негізгі құндылықтарын, әдеп нормаларын, еңбекке, батылдыққа, төзімділікке тәрбиелеуді қамтамасыз ететін құрал ретінде көрінеді. Ойынның әлеуметтік мәні де өте зор. Баланың қоршаған ортамен, қоғаммен байланысын нығайтады. Сюжеттік рөлдік ойындарда бала ересектердің қызметін, әлеуметтік рөлдерін қайталайды, яғни балада еліктеу қабілеттерде болады. Оған біз қарапайым ғана осы ойындардың бір әдісі сюжеттік рөлдік ойындарды алсақ болады. Ата-ана рөлдерін ойнайды, бала қоғамдағы әрбір адамның атқаратын қызметін түсінеді. Сонымен қатар топтық ойындарда бала бірге әрекет етуді, өз пікірін білдіруді, топ ішінде келісімге келуді үйренеді. Бұл да оның болашақта қоғамда дұрыс өз орнын табуына, әлеуметтік қарым-қатынасын қалыптастыруына септігін тигізеді. Жалпы қорыта айтар болсақ, мектепке дейінгі балалар үшін ойын негізгі іс-әрекет түрі болып табылады. Олардың білім алуына, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына, шығармашылық қабілеттерінің жетілуіне ықпал етеді. Ойын арқылы оқыту әдістемесі тәрбиелеу мен білім беру үдерісін жетілдірудің маңызды құралы. Бұл әдістеме балалардың танымдық, эмоционалдық және әлеуметтік дамуына үлкен ықпал етеді. Тәрбиеші педагогтардың шығармашылық ізденісі мен кәсіби шеберлігі ойын жаттығуларын тиімді ұйымдастырып, білім беру процесін қызықты әрі нәтижелі етеді.
Сондықтан да ойын арқылы оқыту тәсілін білім беру саласындағы кеңінен қолдану ұрпақ тәрбиесінің маңызды шарты болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балаларда ойын технологиясын пайдалану, ойындық іс-әрекеттерді оқу іс-әрекеттерінде ұтымды пайдалану ол өте маңызды дүние болып табылады. Осы тақырыпқа сәйкес біз келесі әдебиеттер тізімін сіздерге ұсынамыз. Яғни осы тақырып аясында ұсынған әдебиеттер тізімі бойынша білімдеріңізді толықтырсаңыздар болады. Назар салып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет.